бірлестікті құруды ұйғардық. Бұның бірлестікке құруды ұйғарған себебіміз неде жатыр? Біріншіден, біз бүгінгі күнде қызмет көрсетіп отырған компаниялардың жұмысын қадағалай аламыз. Олар сол жұмысты істеп жатыр ма? Төлеп отырған ақымызды уақытында беріп отырған ақымызға сондай жұмыс жасалып жатыр ма? Бекіткен тарифтері дұрыс па? Оны азайтуға бола ма? Осы жақтарын бәрін ойластыра келе, осындай бірлестік құруды ұйғарып, біз құрып шықтық. Сәуір айынан бастап ол бірлестік құрылған. Аты ЖК Экспрезиденция F деп аталады. Бірлестік бүгінде өте жақсы жұмыс жасап жатыр. Қағаздарымыз, құжаттарымыз бәрі жиналғаннан кейін, біз алдын ала бүгінгі күнде ЖКХ саласының операторы Казцентр ЖКХ болып саналады. Сол Казцентр ЖКХ мен ақылдаса отырып, қандай құжаттар бар, қандай құжаттарды институция қабылдайды, соның бәрін алдын ала қарап алдық. Соған сай қылып жасадық. Сіздер жақсы білесіз, бір терезе арқылы бүгінгі күнде құжаттар өткізіледі, уақытында жасалып шықты. О жақта бізде ешқандай бөгеттер болған жоқ. Рынокта үлкен су беретін, электр жүйесін беретін үлкен мекемелер, олармен жұмыс жасау мына карантин уақытында кішкене біраз уақытқа созылды, бірақ уақытында қағаздарымыздың бәрін жасап шығардық. Себебі неге біраз уақытқа созылды деп айтып отырғаным, жаңа құрылған мекеме бірлестік біз ғой, сондықтан бізге ана бөлу, шекараларын бекіту жұмыстары кішкене көбірек уақыт алды, қағаз жұмыстары. Содан кейін осының бәрі дайын болғаннан кейін электр жүйесін беретін мекемелер бізге келісімшартқа бірден отырды. Жеке бірлестік құрғанның негізгі күші неде? Сіз мына қызмет көрсету мекемелерінен жұмыстың істелінгенін, істелінбегенін сұрай аласыз, қадағалай аласыз, қарай аласыз. Біріншіден, халық өзінің тұрып жатқан тұрғын үйіне қарау көзқарасын өзгертеді. Бізде мысалы халықпен күнделікте өзіміздің қойылған чатымыз бар. Сол чатта бәр жағдайда ақылдасып отырамыз. Кімдердің, қай адамның қандай көзқарастары бар, қандай өзгертуге болады, қандай кемшіліктері бар, оларды көрсеңіздер, жазып отырыңыздар деп отырмыз. Егер соны жазғаннан кейін біз өзіміз осы үйді құрған азаматтар мен азаматшалар ақылдасып, оның бұрысын, дұрысын қараймыз да, егер дұрыс жағы болатын болса, күнделікті тіршілікте соны мына бірлестіктің тіршілігіне қолданып жатырмыз. Оның үстіне жаңағы айтып өттім, қызмет көрсетіп отырған мекемелердің жұмыстарын жақсылап қадағалауға болады. Істелген жұмыстарын сұрауға болады. Негізі мен айтар едім, бірлестікке көшкен өте жөн. Себебі бұрынғыдай көзқарас, КСК-ға қараған көзқарас халықтың өзгереді. Себебі ол өзінің дүниесі. Егер ол жер таза болатын болса, уақытында бәрі жұмыстал істелініп тұратын болса, даже жұмыстан кешке шаршап келгенде, сіз кіргенде уже өз үйіңізге көңілді кіресіз. Өзіңіздің пәтеріңіз жиналмаса, сіз кішкене көңілсіз отырасыз ғой. Сондықтан сіз кіріп келе жатқанда гүліңіз егіліп тұрса, бәрі суарылып тұрса, аула таза болып тұрса, бұл только даже сіздің жаныңыздағы балаңыздың өзі уже басқаша көзқараспен қарай бастайды деп ойлаймын. Сондықтан бірлестік құрған дұрыс.